облыс әкімі осы 125 жылдығын, ұлы абайдың 150 жылдығын өткізген үлкен ақсақалдармен кеңесіп батасын алды. Ел болып, жер болып өткізіп жатқан үлкен бір іс-шарамыз болды. Осыған халықты иландыра білген, халықты сендіре білген, халықты осыған бастай білген әрине облыс әкімінің бірден бір еңбегі осы жерде бар. Әрине абайдың тойында шаппағанда қайда шабайын деп келді сол шабандоздардың бәрі. Ешкім елеусіз қалған жоқ. Бәрі де бір шыны шайын ішіп болсын төрге отырып бізді ұсынған тамақ дәмнен дәм татып отырды. Яғни бұл абайдың тойы алашты біріктірді деп айтсақ болады. Той тойлайтын емес, ой ойлайтын кезеңде аталған шара елге қандай өнеге, қандай ой қалдырды деп есептейсіз? Айтылатындай ақ 10 күндік қылып аталып өтілді. Шын айтса, бұл халықтың, жұрттың еңбегі. Кейбір жерлерде барған кезде бізге микрофон керек еді деп сұрайтын ауыл клубтары бар. Біз өнерпаздарға ең бірінші қолына ұстап ән айтатын микрофон тауып бере алмасақ, одан өнердің деңгейін сұрау ұяттау. Ұсынысымызды облыс әкімі толық қолдап отыр. Үзіліп қалғанына жауап бермей-ақ қояйық. Біз бірақ жалғағанымызды айтайық. Соны жалғадық. Алған қатысқан аудандардың бәріне 1 миллионнан сыйақы облыс әкімінің атынан ұсынды. 2 жылдықта сізбен де ақылдасады ғой енді, келер ұрпақ. Құдай сол күнге жеткізсін. Штабты басқарғанда штабты облыс әкімі басқарды. Біз штабтың жұмысына жетекшілік жасадық. 8 күні түстен кейін дауыл соғып, 9 жаңбырлатып, кешкі 9-на көңіл күй жоқ. Сондағы әріптестердің бәрінің айтқан, ой алла, мынау бір үлкен жұмысты жеңілдеттім ғой дейді. Әрине. Армысыз, құрметті көрермен. Бүгін тағы бір әріптесіммен әңгімелесем. Эфиріміздің қонағы Абай облысы мәдениет тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының басшысы Жанжігіт Абзалбекұлы Омархан. Жанжігіт Абзалбекұлы, студиямызға қош келдіңіз. Алғашқы сұрақ, өзіңіз тағайындалған сәттен бастап осы өңіріміздің аудан, ауылдарын, мәдени ошақтарын облыс әкімімен бірге жекелейде аралап шықтыңыз деуге болады, толықтай. Бұрын кеңес үкіметі кезінде осы аудандық деңгейде халық театры, көркемөнерпаздар үйірмелері жұмыс істейтін. Жалпы содан бірдеңелер қалған ба екен? Қазіргі жағдай қалай? Аудандардың, ауылдардағы мәдениеттің жағдайы. Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Алдымен армысыздар деймін. Сәуірдің 10 күні Абай облысына осы мәдениет тілдерді дамыту және архив ісі басқармасына облыс әкімінің ұйғарымымен, бұйрығымен және осы жерге, елге, жерге қызмет істеуге келген жайымыз бар. Өзіңіз аңғарғандай, алғаш келген бетте, алғашқы айда бірден ауыл аудандарға шығып, ол жерде де тек жай ғана шыққан жоқ. Біз мына облыстық көркемөнерпаздар байқауын бастап кеттік. Бірден облыс әкімінің тапсырмасымен Абай елі өнер кеніші деген сол көркемөнерпаздар байқауын өткізе жүріп, аудандарды да бірден аралап алдым. Аудандарға барған кезде арнайы қазылар құрамы болды. Мен жай бақылаушы ретінде барып жүрдім. Ол кісілер өздері қазылығын жасап бағасын берді. Әр ауданның өнерін тамашаладық. Одан бөлек ол кісілерден ерте тұрып, жылдам жүріп деген секілді алыс ауылдарға барып, мәдениет үйлерінің, клубтардың жай күйімен таныстым. Ауруын жасырған өледі дейді. Біздің өңірдің мәдениет ошақтарының жай көңіл көншітпейді. Көзіммен де көрдім, қолыммен ұстадым. Тіпті кейбір жерлерде барған кезде бізге микрофон керек еді деп сұрайтын ауыл клубтары бар. Ол дегеніміз не? Материалдық, техникалық база әбден әлсіреп кеткенді білдіреді. Біз өнерпаздарға ең бірінші қолына ұстап ән айтатын микрофон тауып бере алмасақ, одан өнердің деңгейін сұрау ұяттау. Сондықтан бірден стратегиялық жоспар ретінде осы 25-ші жыл, 26-ші жылдың жартысы деп бірінші дыбыстық техникалық құралдармен жабдықтауға көштік. Екінші этабымызда LED экрандармен жабдықтасақ деген қазіргі жоспарымыз бар.
бұл ұсынысымызды облыс әкімі толық қолдап отыр. Қолдап отырған өздеріңіз де көріп отырсыздар. Осыған дейін бірер ауданға барған кезде өзі қолынан сол жердің техникалық ахуалын көріп тұрып, өзі сыйлық жасап, үлкен деңгейлі дыбыстық аппаратураларды ол Ақсуатқа берді, кеше Жаңа Семейге берді. Мысалға, осылай енді кезең-кезеңімен жаңартып алсақ деген қазір жұмысымыздың бір жүйесі бар. Одан бөлек жаңа Абай елі өнер кеніші деп аталатын байқау, негізі бұл осыдан 10 шақты жыл бұрын дәстүрлі түрде аудандардың арасында өтіп тұратын. Неге үзіліп қалған? Енді үзіліп қалғанына жауап бермей қойық, біз бірақ жалғағанымызды айтайық. Соны жалғадық. Жалғағанда да жай жалғаған жоқпыз. Облыс әкімі өзі тікелей бұның жүлдесі дұрыс болу керек, өнерпаздардың еңбегі бағалану керек деп жүлдесін қомақты қылды. Бірінші орынға шағын автобус сыйға тартты. Екінші орынға жаңағы мәдениет үйлеріне, яғни бір ауданға толық арналған 12 киловаттық құны 13-14 миллион тұратын дыбыстық аппаратурамен толық жабдықталған. Бұл екінші орынға. Бірінші орынның бағасы, автобусының бағасы 20 миллиондық. Үшінші орынға дыбыс жазу студиясы дейді. Бұның өзі 5-6 миллиондық құны бар. Осындай алдыңғы 3 орынға жүлде қойылды. Қалған қатысқан аудандардың бәріне 1 миллионнан сыйақы облыс әкімінің атынан ұсынылды. Бұл дегеніміз нені білдіреді? Бірден өнерге деген көзқарасты, демеуді олар сезінді. Сол былтыр Абай елі өнер кеніші 2025 аяқталған бетте олардың айтқан бір сөзі, бұйырса келесі жылға дұрыстан дайындаламыз деп жатыр да. Себебі әкім сол жүлделерін тапсырып тұрып, бұны біз дәстүрлі қыламыз деген. Бұдан енді биыл бұның бастамасы болды. Келесі жылғыдан бұдан да үлкен жемісті, жетістікті, шабытты сәттер күтеміз деп ойлаймын. Осындай жақсы жобаны бастадық, жалғасты болуына жұрт болып тілекшіміз. Жаңа сұрақ тағы да, халық театры бар, аудандар бар ма бізде? Халық театры бар, аудандарымыз бар. Оның бірі Ақсуат ауданы, бұрыннан өзі өнердің көші үзілмеген. Екіншісі бұл Абай ауданында, Қарауылда да бар. Енді бұл жерде де бір нәрсені білу керек те, халық театрларының да жайы, оларға ешкім күн сайын тіршілігін қамтамасыз етіп, зарплатасын қойып беріп отырған жоқ қой. Адамдар өздерінің әуесқой пейілімен сол халыққа, өтірік айтпау керек, оны апта сайын жүргізіп жатыр деп. Яғни қажетті мерекелерде сахнаға шығып беріп жүр, қазақшасын айтқанда. Ол өзіміздің ұлттық мерекелер. Наурызда, тәуелсіздік күнінде шығар. Енді қазіргі жайымыз осындай ғана. Мемлекет басшысы 2025 жылды құттықтауында Абайдың 180 жылдығын лайықты деңгейде атап өтуіміз керек деп бір ауыз айтып өтті. Оны лайықты деңгейде облыс әкімінің бас болып ұйымдастырып өткіздік. Биылғы жылдың осы біздің өңірімізде, жалпы Қазақстан өңірі бойынша, Қазақстан өңірінде, барлық өңір бойынша ең жоғары деңгейде өткен мәдени іс-шара деп айтуға болады. Абай жылы 180 жылдығы. Осы той тойлайтын емес, ой ойлайтын кезеңде аталған шара елге қандай өнеге, қандай ой қалдырды деп есептейсіз? Биылғы жылдың басты шарасы мемлекет басшымыздың лайықты деңгейде атап өтейік деген бір ауыз сөзімен, облыс әкімінің соны ұйымдастыруымен ел болып атқарып өттік. Бұл жерде тек қана мынау Абай облысының ғана еңбегі деуге болмайды. Күллі қазақтың даласынан, сонау Атыраудан, Маңғыстаудан, бір шетіміз Қызылорда, Түркістаннан келіп осы тойға үлес қосқан қаншама азаматтар болды. Солардың еңбегі деп қарау керек. Халықтың береке бірлігі деп қарау керек. Той тойлайтын емес, ой ойлайтын деп айтылатындай-ақ 10 күндік қылып аталып өтілді. Тамыз айының 1-нен 10-на дейін толық бағдарлама құрылды. Ол жерде де жай ғана бағдарламалар емес, ішінде жұртты ізгілікке бастайтын, қаншама өнерпаздардың өнерін ұштайтын әр салалы. Бір күні поэзиялық болса, бір күні поэтикалық, бір күні мысалға театрларға
кезек бердік, бір күні дәстүрлі әншілерге кезек бердік, бір күні тіпті опералық әншілер жинадық деген секілді сахнамызды күн сайын толықтырдық. Оның арасында халықтық қаншама шаралар өтіп жатты. Біздің сол кезде Абай облысының Семей қаласының орталық алаңдарын айтпай-ақ қойып, аудандардың өзінде де түрлі шаралар ұйымдастырылып жатты. Ұлттық, спорттық, жалпы көпшілік, өздеріңіз жақсы білесіздер, Түйемойнақ бейбітшілік аралында да сол кезде этноауыл құрылып, 10 күндік кәдімгідей өнердің бір жәрмеңкелік мерекесі болды. Күн сайын тамашалауға халық толық мүмкіндік алды. Одан кейін 8-9 күндері Абай ауданында Жетіқазына деп аталатын үлкен республикалық мәдени спорттық шара ұйымдастырылды. Оны күні негізгі күн қылып, сол жерде Абай күні Қарауылда, Қарауыл төбенің баурайында үлкен шара өтті. Бұл енді шараның өту барысын бізге тура жіпке тізген моншақтай қылып та айтсам болады. Оған әрине уақыт тығыз, бірақ сол штабтың басы қасында жүргеннен кейін барлығын өз деңгейінде аталып өтті. Бұл әлгі бір ғана адамның еңбегі деп қарауға болмайды. Шын айтса, бұл халықтың, жұрттың еңбегі. Кеше жаңанау алыс жол жүріп келіп жатқан, әр өңірден келіп жатқан өнерпаздар болсын, делегациялар, бауырларымызды айтып отырмыз. Соның бәрі Абай деп келді осында. Абай елі деп келді. Ал соларға мына жерде қызмет көрсеткен біздің осы Абай облысының жұрты, арғы шеті Мақан, Шанау, Қарақолдан Қарақазанын көтеріп келген апайларымыздың еңбегін жоққа шығару болмайды. Қанша қонақ келсе де, мысалға айтып жүрміз ғой, 40 мыңнан аса қонақ келді деп. Соның бәрі де ешкім елеусіз қалған жоқ. Бәрі де бір шыны шайын ішіп болсын, төрге отырып бізді ұсынған тамақ дәмнен дәм татып отырды. Яғни бұл Абайдың тойы Алашты біріктірді деп айтсақ болады. Жалпы өз Абайдың рухы қазақты біріктіретін бірден бір символ ғой. Бұл 150 жылдықта да қазақ біріккен деп ойлаймын осы Абайдың тойы арқылы. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары. Иә, тәуелсіздіктің алғашқы жылдары, ол кезде тіпті де қазіргідей техникалық мүмкіндіктері жетіп тұрған уақыт емес қой. Өзіміз енді тай-тай деп тәуелсіздіктің туын қолға алған кез, мысалға қаншама мен осы 180 жылдықты ұйымдастыру барысында талай құжаттарды ақтарып қарадым ғой. Сол кезде берілген тапсырмалардың да жөн-жосығы мүлде бөлек. Мысалға КамАЗ таба алмай қиналған ол кезде. Тіпті облыста санаулы ғана КамАЗдар болған. Оның біреуін мысалға Абай тойына бір екеуін жұмсайтын болса, жаңа сахнадан тиеп әкелуге, басқадай кәдімгі халықты азық-түлікпен қамтамасыз етіп тұрған нәрселерін тоқтап қала жаздап, сондай нәрселер болған. Құжаттарды ақтап архивті қарағанымда. Енді бүгін Аллаға шүкір ғой, өз қолымыз өз аузымызға жеткен уақытта тіпті бұл жерде Абайдың тойына бюджеттен шыққан шығын тек қана ел игілігіне жұмсалған нәрселерге ғана бұйырды. Ол дегеніміз сол Абайдың тойында қаншама ауылдары жарықпен қамтамасыз етілді. Бірнеше ауылдардың арасына, ауданның арасында жол жасалды. Интернет. Ғаламтор желілері тартылды. Абай ауданы 100% ғаламтор желісімен қамтылды осы Абай тойының арқасында 180 жылдық. Міне осы нәрселерге ғана мемлекеттің қаржысы жұмсалды. Ал қалған ұйымдастырушылық шығындар болсын, жаңағы аттың бәйгесі, балуанның бәйгесі, ол тура осы ел азаматтарының өзінің Абайдың тойына деп қалтасынан шығарып жүрегінен ұсынған ілтипатты көңілдерінің арқасында өтті деп қарау керек. Бұл жерде мысалға расымен де 90-нан аса жылқыны жинап қойып, сол жерде келген жүлдегердің бәріне жеке-жеке тараттық. Одан бөлек 10 көлік тігілді. Аламан бәйгенің 3 орнына дейін көлік бердік. Ондай күндендай бәйге өтіп жатқан жоқ қазақтың даласында. Мен деген тұлпарлар келді. Әрине Абайдың тойында шаппағанда қайда шабайын деп келді сол шабандоздардың бәрі. Бұның бәрі осы ел болып, жер болып өткізіп жатқан үлкен бір іс-шарамыз болды. Осыған халықты иландыра білген, халықты сендіре білген, халықты осыған бастай білген әрине облыс әкімінің бірден бір еңбегі осы жерде бар.
иә, есімізде тоғызқұмалаққа да, марафонға да. Иә, марафонға берді. Марафонның жүлдесін мысалға осынау шығыстың даласына келіп, сонау батыстың жігіті қанжығасына байлап кетті. Дәл солай расымен де абай ойнаған қазақтың бұл бір ұлттық ойыны деп оны да қастерлеп, құрметтеп, тоғызқұмалаққа да тұңғыш рет машина сыйға тартылды. Тіпті сол жерде өздеріңізді ақпарат құралдарынан көрдіңіздер. Жеңімпаздардың өзі сенбей, сөйтіп ризашылығын білдіріп жатты. Жаңа облыс әкімінің ұйымдастыруымен деп қалдыңыз. Мен жалпы Абайдың 180 жылдығының атамыздың өзі айтпақшы, сіздің қалай аяқталғаны емес, басталғанынан дейді ғой. Облыс әкімі осы 125 жылдығын, ұлы Абайдың 150 жылдығын өткізген, үлкен ақсақалдармен кеңесіп, батасын алды. Сол кісілердің идеялары қаншалықты осы той барысында жүзеге асты, ұсыныстар ескерілді? Өте жақсы сұрақ. Шынымен де облыс әкімі бір емес, бір-екі жиын өткізіп, үлкендермен ақылдасып, кеңесіп барып басталды ғой. Келсе пішкен тон келте болмас деген қазақтың сөзі бар. Сол кезде осы Молдабек Жанболатов аталарымыз кеше 180 жылдықта өзі той жаршысы болған Құсмила Нұрқасым ағаларымыз бәрі де өздерінің көрген білгенімен бөлісті. Абайдағы ақындардың қара шаңырағын ұстап отырған Төлеухан Жанғалиев ағаның маған бір айтқан сөзі бар. Той өтіп жатқан кезде жан жігіт, бұл тойдың бір ерекшелігі, басқа тойлардың талайын көріп жүрміз ғой, бұл тойда ысырап болған жоқ деді. Осыны ысырапқа жол берген жоқ. Осыны басшылыққа жеткізіп айтсаң деді. Мен оны айттым. Расымен солай болды. Ол не, ақылдасып отырғаннан кейін бәрін өлшеп есептеп өткіздік. Жаңа үлкендерімізді үнемі сұрап отырдық. 180 жылдықта қалай болады, мынау қалай болады. Тіпті жаңа штабтық өзіміздің отырыстарымызды өткізген кезде де жүйесімен қай нәрседен үлгермей қалуымыз мүмкін. Жол біте ме? Ол жерге су тарттық қой қаншама киіз үйге. Мысалы, сол судың уақыты қалай қоямыз, қай кезде жарық мәселесі бар. Қай күні қосамыз, суды қай кезде береміз. Ол жерге судың күші жете ме? Мысалы, жарықтың несі жете ме? Үлкен сахнамыздың киловаттын есептедік. Дәл 2 күн қалған кезде тағы да шын электрлі жүйені тағы да біраз күшейтуге тура келді. Өйткені мына жақта тігіліп жатқан киіз үйлердің ол жерде тамақ істеліп жатыр. Соның бәрін есептеп, осы жүйемен әрине соның бәрін ақсақалдарымыз айтып отырды. Әй, мынаны қараңдар, әй, ұлдар, мынаны қараңдар деп. Ол енді қазақтың қай жүрген жерінде де не нәрсесі берекемен ғой. Үлкені ағалық ақылын айтпаса, інісі бауыр болып соны тыңдамаса, негізі іс өнбейді. Абайдың тойында біз соны көрсеттік. Жастар болып жүгіріп жүріп қызмет еттік. Өздеріңіз де бәріңіз болдыңыздар ғой сол жерде. Соның бәрі әрине үлкендерді қадағалап, бақылап отыр. Тіпті киіз үйді тігу кезінде де үлкендердің мен неге қойып қойдым, комиссияға кіргізіп қойдым. Мысалы, осы мәдениеттің саласына біздің өңірде ерекше еңбегі сіңген бір адам, ол Аманжол Дауытов ағамыз Жармада. Мен сол кісіге айтам, Жарманың киіз үйлерін ғана айналып жүрмеңіз, басқа аудандарында құрып қойған киіз үйлерін бір-бір қарап өтіңізші. Анау бас барқандары дұрыс па екен, қазығы дұрыс қағылды ма, тіпті босағасы дұрыс қарап тұрмай, есігі дұрыс қойылған ба деп. Осының бәрі міне ақылдасу, кеңесу деп ойлаймын. Ол кісілер де өз білгендерін айтып, мынаны былай істеу керек, мынаны сөйту керек деп көмектерін берді. 180 жылдықты осы ұйымдастыруда штабты басқардыңыз. Сол кезде қандай да бір қиындықтар, қызықты сәттер болды ма? Себебі оны сұрап отқан себебім, ертең 200 жылдықта сізбен де ақылдасады ғой енді, келер ұрпақ. Құдай сол күнге жеткізсін. Енді штабты басқарғанда штабты облыс әкімі басқарды. Біз штабтың жұмысына жетекшілік жасадық. Жаңағы бірнеше топқа бөліп. Қызық та көп болды, қиындық та көп болды, бірақ оның енді бүгін ол уақыттан бәрі қиындық болып көрініп жатты. Бүгін қазір қарап тұрып күліп отырмыз. Жеңіп шыққан ай бәрі қызыққа айналады ғой, қиын сәттердің бәрі. Бір есте қалғаны өзі былай болды ғой, жаңағы 10 күндікте мына жақтағы графикке қараймыз. Таңертең сағат
жетіде шығып 9-ға дейін 2 сағат қарауылға жол жүріп барам да 9-нан 12-ге дейін сол жақ жұмысты атқарам. Түс кезінде осында келем. Түстен кейін осы жақта жұмыс жасаймын. Немесе таңертең осы жақта жұмыс жасап аламын, түстен кейін қарауылға барып тура соңғы 15 күнде солай жүрдім деп айтсам болады. Содан 9 күні таңда жаңағы оны тіпті ертерек бардым, енді уақыт таяп қалған кез ғой. 7:30-да барсам, 8 күні түстен кейін дауыл соғып, 9 жаңбырлатып, кешкі 9-на қарағанда лайсаң батпақ қып өткен. Өзі бір қарауылдың, жалпы сол жердің қарауыл төбенің сондай мінезді желі бар негізі үнемі. Біздің киіз үйлерде өз қырлайты келген жаңағы желдің өтінде тұр. Бір 2-3 киіз үй қираған, жақсы басылғандары тұр. Ешкімде не жоқ, көңіл күй жоқ. Бәрі енді әрине өзі күн салқын, түнімен жаңбыр жауған, жер батпақ. Ана жерде жүрген жұмысқа істеп барғандардың бәрінде көңіл күй жоқ, қабақтары түсіп кеткен. Өзімде ана жағынан кіріп батпақ жалдап келе жатырмын. Сол кезде енді елмен бірге қиялданып көңілім түсіріп кетуге болмайды да. Содан айтам, жақсы нетіп қоямын да, енді әріптестерім, жақсы ертеңгі жауатын жаңбыр бүгін жауып алған жақсы болды деймін де. Оны күн ертең ашық болады, алаңдамаңдар деп анау үйіліп тұрған сулар бар, соны күректі аламыз да тойналарды ағызып жіберейік. Қыр ғой былай қарайсың, сіңіп жатыр бәрі. Сөйтіп шынымен де енді бір Алланың көмегі ғой. 10 тамыз күні Абай атамыздың да қасиеті шығар. Бүкіл Алаш Абай ата деп жиналып жатқанда керемет болды ғой. Күн шайдай ашық болды, ыстық та емес, суық та емес. Шаңда болған жоқ, қаншама ат шапты ана жерде мысалы. Соның бәрі мысалы бүгін қазір қарасаң қызықты сәттер, ол кезде қиындық болып тұрған, жаңағы бәріне уайымдайсың, әрбір киіз үйдің қисайып қалғаны оңай емес өзі, уақыт тақап келе жатқан кезде. Одан бөлек бір не болды, енді менде штабқа 1,5 ай қалғанда айтты ғой жұмысын жүйеле деп тапсырма берді. Сол кезде қарасам, енді алдындағы хаттамалық тапсырмаларда мынандай бір тапсырма болған екен. Өзге облыстар 5 киіз үймен келу керек. Соның 2-еуі дастархан киіз үй болу керек. 2-еуі жататын киіз үй болу керек, қонақтар. 1-еуі көрмелі киіз үй болу керек деп. Сол енді біраз көңіліме шынымен де бір-екі рет айтылғанда жиналыстарда көңіліме біраз күпті болып жүретін, осы қалай болар екен. Штабты берген бетте соны не болса да деп нар тәуекел дедім де. Айттым, ВКС-пен жиналыс жасап жатқанбыз өзге облыстармен. Содан мына 5 киіз үй дегенге не жасамайықшы, ешқандай акцент жасамаңыздаршы. Бір көрмелі киіз үймен келіңіздер Абайдың тойына. Қалған делегация, адам саны бізге ертерек айтыңыздар. Жатын орында да ретті қылайық, осы жақтан енді жасыратын жоқ. Жоғарғы оқу орындарымыздың жатақханаларынан орындар дайындадық қой, бірақ ел жұрт тойға келгеннен кейін біздің қазақ тойламай жүрген халық емес қой, біледі ғой қалай келіп қалай кетуін. Көп жағдайын өздері бізге ешқандай жүк салмай-ақ көтеріп алды. Сондағы әріптестерінің бәрінің айтқаны, ой алла, мынау бір үлкен жұмысты жеңілдеттің ғой дейді де. Әрине сен анау Атыраудан 5 киіз үйдің мысалға астындағы подиуммен тиеп келу ол оңай шаруа емес ол. Екінші бір нәрсе менің неге оған жібергім келмегені, олар да өзіміз секілді адамдар тойға келгендей болып келгісі келеді, демалып келгісі келеді. Жүк арқаламай дейсіз. Жүк арқаламай. Одан кейін мына сөзге қалып қалғым келген жоқ та. Біз сонау жерден Абайдың тойы деп келгенде бір асым ет бермеді ғой. Өз тамағымызды өзіміз ішіп кеттік десек, бізге сүйегімізге таңба болушы еді бұл анық. Сондықтан осы нәрсені біраз басшылыққа осы жағынан жеткізіп едім. Басшымыз да осы нәрсені қолдап дұрыс 100% деп. Сонымен басқа келген қонақтарымыз бәрі де әрине Абайдың тойынан ешкім аянып қалған жоқ. Керемет көрмелі киіз үйлерімен келді. Қаншама өнердің көшімен келді. Бұл енді ерекше деп ойлаймын. Абайдың тойы туралы айта беруге болады ол. Тойды 10 күн өткіздік. Әрине мән мағынасы жарасымды өтті. Халық өз бағасын бере жатар. Кемшілікте болады той болғаннан кейін. Оның бәрі уақыттың еншісінде талқыланатын дүние деп ойлаймын. Ең бастысы Абай тойының бізге
берері және бергені көп, берері одан да көп деп есептеймін. Себебі осы 180 жылдықтың аясында мемлекет басшысының тапсырмасымен облыс әкімінің ұйымдастыруымен біздің елде абайға құрмет акциясы басталып жатыр. Оған қаншама бүгінгі таңның өзінде 15 өңір, әрқайсысы бір-бір, кейбіреуі тіпті 2 нысаннан салып берейін деп жатыр. Бұның бәрі әлеуметтік, мәдени және спорттық нысандар. Ол нағыз халықтың қажеттілігіне керек. Себебі басқа нәрсенің бәрін егер бизнеске жағдай жасалса, оны жасауға болады бизнестің күшімен, ар жағында нарыққа салып. Ал мынандай дүниелерді біз сияқылды ширек ғасыр қараусыз қалған деп те айтуға болатын шығар. Нәрселерді осы бір реттік акцияның күшімен, яғни президенттің пәрменімен осыны ұйымдастырып жасап алсақ, бұл айланып келгенде абайға жасаған шын құрмет болады. Ал абайға жасалған құрмет ол алашқа жасалған құрмет. Себебі мына шекараны қазір асып шығайықшы. Ол мен болайын, сіз болыңыз. Ол анау менің Қызылордадағы достарым болсын, Атыраудағы достарым болсын. Біз өзге өңірге барған кезге, өзге елге барған кезде біз басқаны айтпаймыз, біз абайды айтамыз. Өйткені әлемнің 70 елінде біздің абай атамыздың мүсінін, бюстін қосқанда, тіпті орталықтарын, көшесін қосқанда абай атамыздың аты ғана тарап тұр. Бұл яғни біздің абай деген қазақтың бойтұмары. Ертең қай жерде қалай айтсақ та. Сондықтан абайға құрмет көрсету, абайдың еліне, абайдың жеріне, яғни абайдың руханиятына қызмет көрсету әр қазақтың бір парызы деп ойлаймын. Жалпы абай атамыздың жөні бөлек, бірақ десек те биыл мерейлі жасқа толып жатқан көптеген жерлесімізге, әсіресе мына мәдениетте жүрген әншілер, ақындар, осының бәріне бірдей бөле жармай көңіл бөлініп, құрмет көрсетіліп жатыр. Облыс әкімі де талай кештеріне барып, арқаларына шапан жауып жатқанын көрермен көріп отыр. Жалпы осы жайында толықтырып өтсеңіз. Расымен де облыс басшысы бұрыннан да руханияттың бел баласы ғой. Ол кісі қаншама қазақтың ақынына да, жазушысына да ортақ бауыр ретінде үнемі қолғабысын көрсетіп жүреді. Бұл жолда руханияттың жанашыр ретінде осы Берік Уәлиұлы келді деп артынан қаншама азаматтар келіп жатыр. Бәріне ешкімге алтынмен аптап, күміспен күптеп жағдай жасап бере алмасақ та, облыс басшысының тапсырмасымен ешкімнің бетін қайтарып жатқан жоқпыз. Ол бізге де оңай тиіп жатқан жоқ. Бірақ әйтеу біріне жалғап, ысырап қылмай, мынадан үнемделген нәрсені келесіге салып дегендей сөйтіп жылжытып жасап жатырмыз. Бұндағы мақсатымыз, жаңа сіз мерейтой иелерін айтып жатырсыз, олардың алды 70-ке, 60-қа толған азаматтар. Дер кезінде, яғни олар ердің жасы 50-ге толған кезде, бүгін 70-ке толғандар кешегі асқаралы 60-қа шыққан кезінде елінен құрмет көре алмай қалғандар. Біз соның бүгін жоғын ғана түгендеп жатырмыз. Яғни оларға ешкімге бір айтып отырмын ғой, жағдай жасадық деп айтып отыру емес бұл жерде. Келгеннен кейін ел болып, жер болып, ол кісілер де шынымен де руханиятқа еңбек сіңіріп жүр. Жаңағы өзіңіз жақсы айтып отырсыз, осы мерейтойлардың қатарында Толу Сенбаев ағамыз өткен жыл 60-қа толған. Дәстүрлі дарабозы мысалға. Бір мектептің басы ол кісі деген. Қазіргі дәстүрлі әндегі. Дер кезінде ескерілмей қалған. Ол кісіге қалай қой деп айтамыз. Дәл солай ақындарымыз болсын, композиторларымыз болсын. Осы біздің де өз қазанымыз жеке қайнайтын уақыт келді ғой деп көп емес қой, 3 жыл болды облыс болып жеке етек жеңіміз жинағанымызға. Енді де сондай келген елім бар деп, жерім бар деп келген төл перзенттеріне бір дастархан жайып,
арқасына бір шапан жабылатын, астына бір атын мінгізе салатын қара шаңырақ екенімізді көрсету керекпіз, және бұл үнемі жалғасты болу керек деп ойлаймын. Өзара мақтанып болсақ, проблемаларға кішкене уақыт бөлейік. Өзіңіз білесіз, мына Семей тарихи қала. Уақыт өте келе ол тарихи үндестік сақтау бірте-бірте қиынға түседі. Бір ғимаратты жаңарту үшін оның рұқсатын алу керек деген сияқты, мемлекет қорғауында деген сияқты мәселелер шығады. Жалпы тарихи ескерткіштерді сақтау бағытында қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Біздің жалпы Абай облысында тарихи мәдени ескерткіштер мұралар тізіміне енген бүгінгі таңда 417 ескерткіш бар. Жалпы облыс көлемінде, Семейдің қалалық несінде, осының бәрін қосқанда. Осының ішінде 13-і республикалық тізімге енген. Қалғаны, яғни түгел облыстық деңгейде. Бір нәрсені айтайын. Келген кезімізде көктемнің тұспа-тұс келдік қой. Қар енді еріп, батпақ жаңа кеуіп жатқан кез ескерткіштердің енді ел баратын жерлерін тазалатайық деп облыс әкімінен де тапсырма түсті. Содан бір күні қаладағы араладық ескерткіштерді әріптестеріммен. Соны тізімге береді, барып жатырмыз. Мысалға жаңағы Түйемойнақ аралына барамыз да. Ол жерде бірнеше ескерткіш тұр. Жаңағы полигонның ескерткіш тұр, ар жағында бейбітшілік несі тұр. Полигонның ескерткішін келеді, міне мынаны тазалауымыз керек дейді. Ананы кім тазалайды десем, ол біздің тізімде жоқ дейді. Соны қалай ол? Бәрін зерттеп қайтадан қарасам, шынымен де тіпті ана жаңағы темір жол вокзалынан түсе қалғанда Қабанбай атамыздың мүсіні тұрады. Соның да құжаты жоқ екен. Ол құжат жоқ деген нені білдіреді? Ол қазір келіп біреуге банан бір нәрсемен қағып сындыра салса да, мемлекеттің сұрауы болмайды ол жерде. Заңды сұрау жасай алмаймыз да. Ол жаңа тіпті ары қарай келгенде жай ұсақ түйек қылмыстық дүние болып қана тіркеліп, егер ол табылса, камера вандализм ғана болып қалады. Мына жерде тізімге енгізу. Содан кейін бірден осы бойынша жұмыс жасадым. 111 ескерткіш анықталды осы облыс бойынша сондай. Көрнекі деген нәрсе. Бұны уақытша реестрға тіркеттік. Ол дегеніміз нені білдіреді? Осы 3 жылдың ішінде бұның да күші жаңағы қорғалған ескерткіштермен бірдей болады. Бірақ осы 3 жылда зерттейміз, талдаймыз, қалай бұны болашақта ары қарай жалғастырып жаңағы тарихи мәдени ескерткіштер тізіміне аламыз ба, әлде оған керек емес па деген осындай талдау жүргіземіз. Бірақ осы уақытта сол қорғалған тізіммен бірдей күші болады бұның. Соны алдық. Сіз жақсы айтып отырсыз, бізде осыны қадағалайтын арнайы комиссия бар. Облыс әкімінің орынбасары төрағалық ететін. Осы комиссияның осы 11 айда 3 отырысын өткіздік. Биыл біздің облыста 4 осындай мәдени мұралар тізіміндегі ғимараттарымыз жаңаланып жатыр. Оның біреуі өлкетану музейіміз қазір реставрация жасап жатыр. Достоевский атындағы музейіміздің шатырын ауыстырдық. Бұның бәрі кез келген адам келіп ауыстыра салатын нәрселер емес. Жаңағы өзіңіз дұрыс айтып отырсыз, лицензиясы бар мекемелер ғана жасай алады. Сондықтан бұның бір тасын, бір кірпішін бояу үшін, қозғау үшін осы комиссияның несіне жүгінеді. Сол комиссиялық деңгейде қарап, комиссия рұқсатын беріп, содан кейін ғана жасалып жатқан дүниелер. Яғни біздің қаладағы болсын, облыс, даладағы болсын, қандай да осы жаңа 417 ескерткіш деп айтып отырмын ғой, осы тізімдегінің бәрі назарымызда. Барлығына паспорттау жұмыстары жүріп жатыр бүгінгі таңда. Оның бұрыннан да бары бар, бірақ жаңаланып, кейбіреуінің тіпті шаршы метрлері біраз нелеу қателеу қойылған, соның бәріне қайтадан жаңа биыл жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Барлығының яғни құжаттарын түгендеп жатырмыз деп қарасақ болады. Енді өзіңіз біліп отырсыз, өткен осы 2 апта бұрын комиссия отырысы өтті. Сол жерде бұрыннан қыздар гимназиясы деп аталатын, кезінде ел аузындағы Заветтің зданиясы деп аталатын 30 жылдан аса шығар, 30 жыл ма, өртеніп кетіп тұрған ғимаратты 40 жыл ма. Соған жөндеу жұмыстарын жасаймыз деген инвесторлар табылып, өздері үлкен мәдени орталыққа айналдырмақшы. Соның дизайн проектісін алып келді. Сол комиссия өздерінің ескертулерін беріп, келесі аптаға қалдырып, келесі аптасында қабылдап шешімін шығарды.
енді біртіндеп жасалады. Ол жерде де мысалға түгел ана ғимарат сүріп тастайын деп тұрған жоқ. Негізгі келбетін сақтап, ішкі жағына заманауи технологиялармен қойып, сондай қонақ үй болатындай, музей болатындай, сондай үлкен орталық жасалып жатыр, яғни сауда үйі болатындай. Одан бөлек қазір мынау Панагрупп жасап жатқан кезіндегі диірменнің несі, ол да қонақ үй болып жатыр. Өткенде облыс әкімі барып қадағалау жұмыстарын жүргізді. Жақсы. Мен ойлаймын, заманның ағымымен жаңартуымыз керек. Оның бәрін әншейін тиісуге болмайды, сөйтуге болмайды деп отыра бермей, қандай жағдайда да негізгі келбетін, негізгі бұрынғы үлгісін, тарихи сәнін сақтай отырып, бүгінгі заманауи жаңа технологиямен ұштастырып жасайтын болса, халық игілігіне, халықтың игілігіне болатын болса, ол жақсы ғой. Әйтпесе қаланың ортасында қап-қара болып, қараңғы, тіпті құлағалы тұрған бір құрдан құр дүниеге айналып тұрғанша, солай ел игілігіне қызмет еткізуге пайдаланған дұрыс деп ойлаймын. мемлекет басшысы ұлттық құрылтайдың 4-ші отырысында аймақтағы театрларды салу мәселесіне ерекше назар аударып, соның ішінде мына Семейде бір ғимаратта 3 театр сығылысып отыр деп өз аузынан шыққан болатын. Бізге шынымен де жастар театры бар, орыс театры, қазақ драма театры бар. Осыларға бір үлкен ғимарат керек-ақ. Облыс әкімі де үнемі айтады. Осы біздің Абай театрымыз ең соңғы салынған мәдени нысан 1981 жыл, яғни 44 жылдан 45 жылға кетіп бара жатыр. Биыл да ештеңе салынған жоқ. Осы 3 театрға бөлек ғимарат салу жұмысы қалай басталып жатыр? Қазір қандай деңгейде? Жақсы. Биыл да ештеңе салынған жоқ дегеніңізден бастайын. Сол салынған жоқ болғанына 40 жылдан асып кеткен ғой енді. Бірақ салынайын деп жатыр. Соған үміт етеміз. Шынымен де мемлекет басшысы өз аузынан айтты, бүкіл елдің алдында, 3 театрымыз сығылысып, бір ғимаратта отырғаны рас. Ол кезінде 3 театр еді ғой заманында, осыдан бірақ 10 шақты жыл бұрын, білмеймін, соны нендей шешім кімдер қабылдады екен. 3 театрдың бәрін біріктіріп, бір театр қылғанда, Абай театры қылып. Ана жастар, Дариғай жастар театры болған, Абай атындағы қазақ театры, Достоевский атындағы орыс театры, үшеуін бәрін біріктіргенде бір Абай театры қылған. Ана үшеуін 3 труппа қылып тастаған. Яғни қазақ труппасы, орыс труппасы, жастар труппасы. Біздің енді облыстық статус жойылғаннан кейін мүмкін? Жоқ, ол одан да бері. 2013-14 жылдары соған сондай жасаған. Біреулер ыңғайлы болған шығар енді сол кезде. Содан бері бұл 3 театрда сосы бір сахнада бірдеңеге тоғысып қалған. Мен ішкі кухнясын өте жақсы күнделік көріп отырған адам ретінде айтайын. Әр театр театрдың сахнасын 4 сағаттан бөліп алады күніне. Дайындық жүргізеді. Мысалы 4 сағаттан бөліп алып, яғни өзіңіз қараңыз, 8 сағаттық жұмыс күнде біздіңкілер 12 сағаттық. Амал жоқ. Яғни кешкі сағат 10-ға дейін жүреді. Әйтпесе үлгермейді. Енді біздің өзінің театрдың ішінде осындай жағдай. Бұл проблеманы айтып ашып айту керек айтайық. Бұл театрдан, осы Абай театрынан басқа, біздің Абай облысында жақсы бір салтанатты шара өткізетін зал да жоқ. Осы 520 орындық залымыз бар. Бәрі таптайды дейсіз. Бәрі таптағанда енді амал жоқ, қайда барады? Мысалға бір-бірімен бір жарыстырып, әлгі мынада болмаса мынада өткізейін дейтіндей мүмкіндік жоқ. Сондықтан амал жоқ. Қандай салтанат шараларымыз болсын, мемлекеттік шаралар болсын, түгел театрға жасауға мәжбүрміз. Одан бөлек сырттан қаншама қонақтарымыз келіп жатады. Жаңағы мерейтой иелері келіп жатады. Халық әртістері келіп жатады. Мысалы 70 кетіп ол. Театрды сұрайды. Театрдың сахнасында бір концерт қойсақ дейді. Ал соның арасында біздің театрлардың да өзінің көрермені бар. Қазақ театрымыз болсын, жастар театры болсын, орыс театрымыз болсын, олардың кәдімгі кәсіби ұжымы жұмыс істейді. Олардың қойылымдары тұрады. Кейде тіпті өзім
театрдың ішкі жайын біліп отырған адам ретінде қолың бармайды анау қойылып қойған қойылымдарды ауыстыруға, театрдың былай тіпті жаңа сіз айтқандай кім көрінге келіп сұраған кезде маған ішіне бір жиналыстар өткізуге тура келген кезде театрдың өнерпаздарынан ұялып кететін жайым болады. Себебі ол театр ма, шынымен театр ретінде қызмет көрсету керек қой. Өз көрермендеріне жұмыс жасау керек. Бірақ бұл енді көпке созылмайтын шығар. Осы қазір бізде бір жақсы жаңалық бар. Өткенде облыс әкімі республикалық президент жанындағы орталық коммуникациялар қызметінде брифинг берген кезде ақпаратты айтты. Президент іс басқармасының қолдауымен біздің елде келесі жылы театрдың құрылысы басталатын. Яғни бұл тікелей президенттің пәрменімен біздің Абай еліне бір театр салынады деген сөз. Енді басталған істің аяғы болады міндетті түрде. Себебі қазір ең бастысы ел аман жұрт тыныш болсын. Ол күнде де сол театрдың да шаңырағында шаттық тойын тойлайтын күніміз алыс емес деп ойлаймын. Соны күтейік. Қазір мәселе бар. Бірақ десе де біздің театрларымыз осындай жағдайда жүріп, осы 2025 жылы халықаралық республикалық театр фестивалінен жастар театрымызда, Дариға жастар театрымызда, Абай атындағы қазақ театрымызда екеуі де бас жүлдені алып келді. Бұл деген яғни театрда жұмыс бар деген сөз ең бастысы. Олардың материалы бар, көрсетілетіндей, режиссерлардың көзіне түсетіндей актерлар бар дегенді білдіреді. Яғни театрда жұмыс бар. Жағдай жоқ бірақ. Енді мәдениет саласына біраз тоқталдық. Осы мәдениет саласын айтып отқанда ішінде мына архивісі деген бар, кітапхана жүйесі бар. Бізде енді бірнеше кітапхана бар облысымызда. Осы бағыттағы жұмыстарды айтайық. Қандай жаңашылықтар бар? Мына архивісінде көбі қазір цифровизация дейді, жастарға қол жетімдету үшін. Осы бағыттағы жұмыстарды жүйелеп айтып берсеңіз. Енді мәдениет өз алдына бізге берілген осы саланың ішінде тағы бір шоқтығы биігі ол кітапхана. Жалпы мәдениет кітапханадан басталады. Биыл облыс әкімінің тікелей қолдауымен облыстық бас кітапханамыз Абай атындағы соған біршама жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Оны барып кіріп көріп жүрген оқырмандар да бүгінгі таңда жылы лебізін білдіріп жатыр. Оның да сәл тозып тұрған еді, жасыратын жоқ. Қараңғы жерге адам кітап оқуға бармайды ғой. Көңілсіз жерге кіргің келмейді. Соның бәрін облыс әкімі мәдени нысандарды аралағанда жөндетеміз деген жарықтандырып қазір жасады. Кітап қорларында толықтырдық. Одан бөлек тағы да бір кітапханаға бізге ең бір керекті болып тұрғаны осы бұл біздің Абай атындағы облыстық кітапхана негізгі қолжазбалардың ең көп шоғырланған кітапхана болып табылады. Біздегі мысалға кезіндегі Абайдың, яғни Алаштың заманында қаншама жазба әдебиеттері қалыптасса, көбі осы жерде сақталған. Яғни үлкен қорымыз бар, қолжазба қорлары. Енді бұл қағаз деген өзі ескіреді ғой. Шаң басады, уақыт өтеді. Қауіпсіздік мәселесі. Қауіпсіздік мәселесі бар. Бізге ауадай қажет болып тұрғаны, біз алғаш келген кезде қайта-қайта кітапханашыларымыздан айтқаны, мына кітаптарды емдейтін арнайы аппарат болады екен. Өз бір бөлмені алатындай арнайы тіпті қағаздарды жуады, кептіреді, қайтадан жаңарту жұмыстарын жасайды. Міне шүкір, бұл тікелей басшылықтың қолдауымен сол үлкен аппаратты алдық. Яғни біз анау қолжазба қорларымызды қайтадан жаңартып, кітапханамыздың негізін сақтауға жұмыс жасап жатырмыз. Ол бұрын болмаған ба? Бұрын болмаған ол. Онымен жұмыс істейтін адам бар ма? Бар. Былтыр 2 маманды оқытқан екен, жіберіп осыған арнайы. Бірақ енді оқытылған маман болғанымен оларға техника болмаған. Биыл соның техникасын алып беріп жатырмыз. Бұйырса осы жылдың соңына дейін іске қосамыз. Соны қосатын болып аламыз. Бұл енді осы көршілес аймақтарда тұңғыш рет бізде болады. Соны естіп, басқа да көршілес облыстар осыны келейік, көрейікші. Алдағы уақытта бізге де сәл көмектер керек, қолданайықшы деген әріптестік өтініштерін жасап жатқан жайы бар. Бұл енді кітапхана бойынша атқарылып жатқан жұмыстарымыз көп. Күнделік кітапхана деген
жалпы тіршілік мынау ағын үзілмейтін жер ғой. Күнделік өзінің оқырманы бар. Біздің жалпы облысымызда 137 кітапхана бар. Халықтық кітапханаларына мектеп кітапханаларын қоспағанда өзінің аудандарымыздағы, ауылдарымыздағы кітапханаларды 137 облыстық кітапханаға қарайтын кітапханамыз бар. Бұның бәрінің енді кітаппен толықтырылуын үнемі қадағалап отырамыз. 2 миллион 150 мыңдай кітап қорымыз бар. Оның ішінде бірақ мынау қазақша кітаптың қоры 1 миллиондай деп қарауға болады. Енді алдағы уақытта осы бойынша жұмыс істегіміз келеді. Балалар кітабы, балалар әдебиеті сәл кемшін екен. Келесі анализ жасап өттік. Келесі жылы соған біраз күш саламыз, толықтырамыз деп отырмыз. Ал жалпы облысқа биыл мынау кітап тақырыбында тағы да үлкен жоба. Халықаралық қазақ тілі қоғамы Дулат Тастекеев бастаған азаматтар 60 мыңға жуық кітап қорын әкеліп, мектеп кітапханаларына бұл жаңа әдебиеттер, қазіргі заманауи әдебиеттер қорымен толықтырып өтті. Бұл жерде тегін таратылды. Тікелей облыс әкімінің бастамасымен жасалған үлкен игі шара болды. Бұл мектеп кітапханаларына толық таратылды. Енді одан бөлек тікелей облыс әкімінің өзінің ұсынысымен Қазақстан халқына қолдау қорымен бірігіп қазір бір үлкен жобаны атқарып жатырмыз. Мына біздің облысымызда 30 кітапхана, жаңа 137-ның 30-ы кітап лаб деген жоба бар. Сонымен толық жаңарту жұмыстары жүргізіледі. Яғни кітапхана біз өзі жаңа жағдайы дұрыс, төбесінен су ақпайтын, қазақшасын айтқанда ремонты бар кітапханаларымызды ұсынып жатырмыз. Ол кісілер мынаның бәрін түгел жаңалап өтеді. Стол орындықтарынан бастап кітап сөрелеріне дейін түгел жаңадан қояды, заманауи ішіне коворкингтер қояды. Біз әр ауданнан 3 кітапханадан алып жатырмыз. Оның ішінде біреуі ауданның орталық кітапханасы болып, қалғаны 2 ауылдық кітапханалардан алып, алғашқы неге осы 30 кітапханамен жұмыс істеп жатырмыз. Барлығының дизайндары сызылып, біз жақпен, ол жақпен талқыланып, қазір бекітілді. Ендігі мынау соңғы этапта тұр. Қазақстан халқына қолдау қоры есептеп қаржысын бөледі. Одан кейін өз жасайтын арнайы компаниялар бар екен. Солар келіп шетінен жасап өтетін болады. Яғни бұл енді міне өзі де солай болған. 2025-26-ға ауыспалы жоба болған. Осы 2025-тің алғашқы 90-дарында 2026-ның алғашқы 90-дарына мұның ашылу жұмыстарын жасаймыз деген жоспар бар. Соған жетейік деген. Бұл кітапхана саласында атқарып жатқан жұмыстарымыз. Енді архив саласы біздің архивімізде үлкен, қаншама құжаттарымыз бар. Енді біз облыста 9 архив жұмыс істейді. Негізгісі 7, 2 филиал, соның бәрімен 9 облыстық архив бар. Бәріндегі бір мәселе мынау сканерлер, яғни цифровизациялауға мүмкіндіктері жоқ. Соны былай деп қарап, былай деп қарап, енді аудандағы кітапхана жаңағы архивисттарымыз бірінен алып келеді. Міне бізге мынандай сканер керек. Облысымыз мынаны алып келеді. Соны отырып өткенде 1-2 жиналыста ары талқылап, бері талқылап, республикалық ұлттық архивтің басшысымен арнайы сөйлестім. Содан осы 5-6 желтоқсан күні арнайы семинарға жібердім. Осы 9 архивтің басшысын өзімнің бір орынбасарымды қосып, бір күндік сол жақта семинар өтті. Түгел қандай бағдарламалармен жұмыс істеп жатыр, қандай сканерлер қолданып жатыр, қайсы шынымен де іске жарақты. Соның бәрін міне зерттеп келді. Бұйырса осының бәрін анализін жасап, облыс басшысына кіргізгім келіп отыр. Алдағы мысалға жаңа жылдың басындағы алғашқы сессияларға соны енгізіп, бірден мәселені шешу жолына кірісуіміз керек ол жерде. Сканерларды алып берсек, сонда біздің цифровизациялау мүмкіндігіміз болады. Енді соған жұмыс жасайық деп отырмыз. Архивтегі ең басты мәселе осы. Енді ары қарай кете берсек, бұл енді бергі жағы, ар жағында ғимараты ескіріп тұрғанды архивтарымыз бар. Жалғыз архивтардың мәселесі емес, маған сөзім басында да айттым ғой. Бізде өзі мәдениет мекемелерінің қай-қайсысын болсын жай көңіл көншітпейді. Тіпті анау архивтің бәрін аралап өттім, түгеліне кірдім, подвалдарына дейін араладым. Кейбіреуінде тіпті біраз қауіпсіздік мәселесі бар екен.
аудандармен сөйлесіп ол жерде тұрған заттарын шығарып басқа жерден склад алып беріп қоймаларын ауыстырттым осы жазда. Мысалы Үржардың архиві кезіндегі мынау совхоздың техникалық базаларын сақтайтын үлкен темір терсек алаңының ортасында тұрған бір ғимаратта. Жаңа жерге архив деп барудың өзі сәл ұяттау. Оның бәрі білет, облыс басшылығына жеткізгем. Аудан басшылығы біліп отыр, енді алдағы уақытта шешу мәселесін бірігіп қарастырып жатырмыз. Енді өтірікті үйіп төгуге болмайды. Сөйтіп жүрміз, бүйтіп жүрміз деп. Шынымен бар мәселені ол ел айтпаса да, біреу әлеуметтік желіге салмаса да өз көзімізбен көріп отырмыз, біліп отырмыз. Енді кезең-кезеңмен соған күй келгенше жұмыс жасаймыз. Жалпы басқарманың міндеті жаңа өзіңіз айтып отқан кітапхананың ішін жаңарту жұмыстары, контент дейді ғой, жаңа ішкі мазмұнын жаңа кітаптармен толықтыру, ол жағынан жақсы жүріп жатыр ғой. Оған өз басым сенемін. Жақында алыстағы Қайнар ауылына барғанда, ауылдың кітапханасына мен осыдан бірнеше жыл бұрын ұлттық кітапханадан кездестірген Шоқан Уәлихановтың ғұмырбаяны туралы орыс тілінен сапалы қазақ тіліне аударылған бір еңбек бар еді. Соны көп жерден кездестіре алмадым. Кітап дүкендерінен де. Сонымен Қайнардың ауылдық кітапханасынан көрдім. Ендігі мәселе, жалпы облыс кітапханаға осыншама жөндеу жұмыстары жүргізілді. Жаңа кітаптар қорымен толықтырылып жатыр. Бірақ осы сізге қарасты мекемелер оқырман тарту, жаңашылдыққа былай көзқарастары, қазір жүргізіп жатқан жұмыстарына өзіңіздің көңіліңіз толып, оқырман тарту мәселесіне. Облыстық кітапхананың жанынан бізде осы техникалық мүмкіндіктеріміздің бәрін біріктіріп бір подкаст жазу студиясын жасақтағанбыз. Сол жерден арнайы бір маман алып түсірілім жұмыстарын жасайды. Сол жерде бір кітап айдары жұмыс жасап жатыр. Яғни жаңа жүргізуші қыздарымыз талдап береді. Мысалға бұл ұшқан ұя кітабы. Мынандай кітап. Бұның ішінде былай жазылған деп елге аңдатпа беру. Енді осындай жұмыстар жастар арасында жүргізіп жатырмыз. Одан бөлек кез келген оқырмандарға да есігіміз ашық етіп, одан бөлек қаншама оқырмандармен бірлескен жобалар ұйымдастырудамыз. Кітаптардың тұсаукесері болса да, онан кейін жай ғана жабулы қазан жабулы күйінде қалдырмай, жұртшылыққа жарнамалап айтып, тұсаукесеріне жұрттың бәрін шақырып деп сондай өткізіп жатқан жайымыз бар. Жалпы біздің мына нәрсеге қарау керек те. Егер де кітапханалардың іші жарық, халық адамдар оқырман келген кезде ол жерге келіп, демалып отырып, кітабын оқитындай, мынау орындықтары, жаңа қойылған креслолары бәрі жайлы болатындай болса, оқырман келеді. Яғни біз ең бірінші олар не үшін келеді? Олар біздің ойбай мынандай кітап деп мақтағанға келмейді. Сол жерге келіп 20 минут уақытын өткізсе де миы тынығатын, демалып отыратындай жерге келетін болса, келеді. Яғни осы жағына жұмыс істеуіміз керек деп, жаңарту жұмыстарында жүргізіп жатқанымыз осы. Бұл бірден қазір өзіміз мысалға облыстық кітапхананы қарап отырмыз, оқырман саны 2 есе өсті. Жаңартылған ремонттардан былтырғы немен салыстырған кезде мерзімдік кезеңдермен 2 есе өсті. Тіпті байқасам әлеуметтік желілерін үнемі қарап отырам, комментарийлер жазып жатады, пікір қалдырып жатады, жақсы болды, сөйттік, бүйттік. Астына тіпті мынау кофе ішетін жер жасап қойсаңыздар деген өтініштерін де байқадым. Өткенде мен кітапхананың басшысын шақырып алып айтамын да, неге жасамасқа? Мемлекеттік реестрға сол квадратын есептеп, несін сол жаққа төлейтіндей қылып, жалдамау. Бос тұрғанша жерлерді беру керек кәсіпкерлік нелерге. Ол әрине бір қатты көп ақша түсірмейді, бірақ ол жерге келген оқырмандарға, тұтынушыларға жағдай жасап қоюымыз керек. Ол кітап оқуға келді ме, сол жерден бір шайын ішуге мүмкіндігі болу керек, кофесін ішуге. Шай ішкісі келсе, қарны ашса, қайтадан далаға шығатындай болмайсыз. Бір рет киімін ілді, жүрді, ішінде демалып. Деп осындай жұмыстар жасап жатқан жайымыз бар. Соңғы сұрақ, жалпы мәдениет саласында біздің қай саласын алсаңыз да өзіндік мектеп қалыптасқан, дәстүрлі әнші болсын, ақын мектебі, ақындардың мектебі, жазушылар болсын. Енді осы аға буын ісін әрі қарай жалғастыратын жастар арасында
шығармашылықтың даму деңгейі қалай? Бұл жерде де Үзіліп қалған жоқ па? сұрағыңыз өте ауқымды. Үзіліп қалған жоқ па дегеніңізге енді әрине өнердің көші ол толқын іспеттес қой. Бір өзінің шарықтау шегі болады, бір еңкейеді, бір көтеріледі, солай келе жатады. Иә, мойындау керек. Бүгінгі таңда Абай облысында кешегі дүркіреген айтыскер ақындардың мектебі әлсіреп тұр. Осыған жұмыс жасағым келіп отыр алдағы уақытта. Мынау қаншама жақсы өнерпаздарымыз бар дегенімізбен республикалық президенттік сахналарға шығып жүрген өнерпаздарымыз жоқ. Бұл да жұмыс істеуді талап етеді. Бұның бәрі келген кезде мынау жүйелік тұрғыдан қарауымыз керек. Жастарға жеткілікті деңгейде көңіл бөле алып жатырсыз ба деп тұрсыз ғой. Жеткілікті деңгей деген қандай? Біз ол жастарды облыс әкімінің жастарға беретін гранты бар ғой. Осы жерге өзімізге керекті мамандарды тарта білуіміз керек бірінші. Яғни облыс әкімін қолдатуымыз керек. Оларды қажетті мамандықтарға дұрыстап оқытуымыз керек. Оны оқытқаннан кейін қайтадан өзімізден дұрыстап практикалық жолын өткізуіміз керек. Ал ол практикалық жолын өтті. Жақсы, біздің театрымызда, біздің филармониямызда қызметте қалды дейік. Ары қарай біз оған қандай демеу бере аламыз? Оның қайраткерлік деңгейіне көтеруіміз керек. Әрбірден кейін материалдық жағдайын жасауымыз керек. Әйтпесе жақсы оқыған көз ашық мамандарды Астана мен Алматы бір-ақ күнде жұлып әкетеді өздеріне. Сондықтан осы нәрсеге бір жүйелі түрде қарауымыз керек. Бұл яғни шығармашылыққа, шығармашылық адамдарына көңіл бөлу, бұлардың шығармашылығын дамыту деген тек қана мысалға қолына домбыраны беріп, оның қасына мықты ұстазды қойып, дәулескер күйші қылып қана шығару емес. Оның барлық жағынан жөн-жосығын қарап отырып, қажеттіліктерін өтей біліп, өзіміздің өңірімізге сол үйренгенін төгетіндей жағдай жасауымыз керек. Әрине ондай мықты өнерпаздарымызды барлық жерде қолпаштауымыз керек. Уақытында демеуіміз керек, уақытында мәдениет саласының үздігіне ұсынуымыз керек, уақытында қайраткерлігіне ұсынуымыз керек мысалға. Бұның бәрі жалпы өз мәдениеттің бір жолы бар, ешкімге көп біліне бермейтін. Енді алдағы уақытта осы бойынша жұмыс істейміз деп ойлаймын. Бұның бәрін біліп отырмыз. Қазіргі мынау театрдың жүйесінде де біздің Абай атындағы театрда қайраткерлік атақ алмағандарына 10 жылға жуықтап қалған екен. Биыл алды. 2 актеріміз осы еңбек сіңірген қайраткерін алды. Бүкіл ұжым болып бөркін аспанға атып қуанды. Яғни ол облыс басшысының осы руханият саласына оң көзқарас танытып қолдау керек екенін көрсеткендіктің арқасы деп ойлаймын. Бұл жақсы үрдіс жалғаса берер. Біз соған қызмет ете береміз. Ең бастысы ел аман, жұрт тыныш болсын. Мәдениет қай кезде керек? Мәдениет үнемі керек. Біз бүкіл нәрсені айналып келген кезде осы қоғамдық мәдениет болсын, өмірдің мәдениеті болсын, осы үшін жұмыс істейміз. Ол біздің ертеңгі ұрпағымызға да, келешек жас өспірімдерімізге де үнемі мәдениеттен алыстатуға болмайды. Сондықтан мәдениеттің өзінің қоғамға берері қанша болса, мына мәдениет саласына қызмет етіп жүрген біздің де мәдениетке берер дүниелеріміз көп болу керек, мақсаттарымыз үлкен болу керек. Ең бастысы мәдениеттің дүниесін мәдениеттің өзіне жұмсауымыз керек. Бұра тартпай, жоқтан өзге жобаларға күш жұмсамай, уақыт шығындамай, шынымен де мәдениетке ертең елдің мәйегіне жарайтын дүниелерді алдыға тартып, соған жұмыс істеуіміз керек деп ойлаймын. Бұл өзімнің азаматтық пікірім. Әңгімеміз жарасты деп ойлаймын. Құрметті көрермен, бүгін бізбен сұхбаттасқан, әңгімелескен Абай облысы мәдениет тілдерді дамыту және архив басқармасының басшысы Жанжігіт Абзалбекұлы болды. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.